Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің арнайы пән оқытушысы Түйхімбаева Сабира Оразханқызы. Бүгінгі күнгі сабағымыздың тақырыбы HTML макетінің элементтері мен әдістері. Алдыңғы сабақтарда HTML тілінде қарапайым веб-сайт бетін құрудан бастап, оған әртүрлі мазмұнын өзгертетін элементтер қосу туралы өткен болатынбыз. Енді біз осы HTML бетіндегі жасалған веб-сайт бетіне қандай элементтерді қолдана отырып макетті дұрыс қалыптастыруымыз керек деген тақырыпта бүгін сабақ өтетін боламыз. HTML-ді түсіну үшін біз негізгі осындай түсініктерге тоқтала кетуіміз қажет. HTML дегеніміз не? Веб-сайттарды жасау үшін қолданылатын стандартты белгілеу тілін біз HTML тілі дейміз. Мұндағы негізгі түсініктер, тегтер, атрибуттар, элементтер болып табылады. HTML-дің негізгі бөліктері. Оның маңыздылығы. HTML веб-сайтының құрылымын анықтайды және маңызды рөл атқарады. HTML-дің құрылымының құрамдастарына хедер бөлігі, яғни веб-сайттың ең жоғары бөлігін анықтайды. Навигациялық бөлік. Бұл nav сілтемелерді бірнеше беттерге сілтеме немесе басқа веб-сайттарға, суреттерге, әртүрлі навигациялық сілтемелерді беттің ішіндегі сілтемелер болса да, осы сілтемелерді навигациялық бөлікте қамтиды. Main бөлігі, яғни бұл біздің веб-сайтымыздың негізгі контентін көрсететін, яғни мазмұнын көрсететін бөлік болып табылады. Ең төменгі футер бөлігі веб-сайттың ең төменгі бөлігін анықтайды. Тегтер мен атрибуттар қалай қолданылады? Енді тегтерді біз элементтерді анықтау үшін қолданатынын білеміз. Мысал үшін, тегі біз мәтінді құрған кезде абзацы жолды келесі абзацқа бөлу үшін қолданамыз. Ал оның атрибуттарына кезек беретін болсақ, элементтерге қосымша ақпарат береді. Мысал үшін, A тегі бізде сілтемені көрсетуі мүмкін, ал ref тегі біздің сілтеменің атрибуты болуы мүмкін. Одан кейінгі тұрған теңдік белгісінен кейін тырнақшаның ішінде атрибуттың мәні, яғни осы сілтеменің адресі, мекен жайы жазылады. Ол сілтеменің атрибуты болып табылады. Тегтер мен атрибуттарды дұрыс құрылымда қолдану үшін біз олардың реттілігін, яғни жазылу синтаксисін білуіміз қажет. Мәтін элементтері. Тақырыптар, абзацтар және тізімдер. Тақырыптар H1-ден басталып H6-ға дейінгі веб-сайттың құрылымын көрсетеді, яғни бірінші деңгейлі тақырыптан 6-шы деңгейлі тақырыпқа дейінгі. Мәтін жазған кезде H1 ең үлкен көлемдегі мәтіннің көлемі болып табылады, ал H6 ең кішісі болып табылады. Абзацтар P тегі мәтіндік абзацтарды анықтайды. Тізімдер UL, OL және LI бұл реттелген және реттелмеген тізімдерді анықтап көрсетеді. Мультимедиа элементтері, яғни кескіндер, бейнелер, аудиолар қоюға мүмкіндік береді. Кескіндер image тегі арқылы веб-сайтқа қоюда мүмкіндік береді. Бейне қою үшін біз видео тегін қолданып, веб-бетке бейнелерді орналастыра аламыз. Ал аудио қою үшін аудио тегін аудио файлдарды қоса қоюға мүмкіндік береді. Сілтемелер және навигациялар. Сілтемелер бізде A тегі арқылы басқа веб-беттерге немесе осы веб-беттің ішіндегі элементтерге сілтеме жасайды. Навигациялық бөлік. Nav тегі бұл негізгі навигациялық элементтерді қамтиды. Сілтемелер мен навигациялар пайдаланушының тәжірибесін жақсартуға мүмкіндік береді. Формалар және оның енгізілген элементтері. Форманы енгізу арқылы біз форм тегін, яғни форм элементі арқылы форманы енгізе аламыз. Оның негізгі элементі input, яғни мәліметтерді енгізуге арналған. Button форманы жіберу үшін, яғни батырма ретінде қолданамыз. HTML-ның синтаксис ережелері бойынша мынадай негізгі ережелерді дұрыс қолдануымыз керек. Яғни дұрыс жабылу. Барлық тегтер дұрыс жабылу қажет. Жопты тек болатын болса, міндетті түрде оның екінші жобы слэш арқылы жабылған болуы қажет. Атрибуттар. Атрибуттардың барлығы дұрыс жазылу қажет. Яғни
бір әріптен немесе тыныс белгіден қате жазылмау қажет. Соңғысы тексеру. HTML кодын үнемі тексеріп тұру қажет. Арасында бір бос орын, пробел немесе артық әріп жазылатын болса, онда бұл код жұмыс жасамай қалуы мүмкін. Яғни бір артық кеткен қандай да символ болсын, біздің HTML веб бетіміздің дұрыс жұмыс жасамауына алып келіп соқтырады. Енді осы макеттің бізде веб бетіндегі көрсетілген нұсқасын көрейік. Қарапайым веб бетінің макеті. Сайттың жоғарғы бөлігі, жаңа өзіміздің айтқан, одан кейінгі навигациялық бөліктері, main бөлігі және footer бөлігі. Енді біз осы берілген қарапайым веб беттің макетін Visual Studio Code бағдарламасында жазылған кодқа назар аударайық. Қарапайым веб беттің жазылу ережесіне сәйкес HTML-дегі head бөлігінде бізде мета тегтер UTF-8 кодировкасы, сонымен қатар title, яғни біздің браузер қойындысында көрсетілген қарапайым веб бет макеті деген атау беріліп тұр. Яғни тақырыбымыз style арқылы CSS-те біз стиль бергенбіз. Style бізде жүкті тек, сондықтан оның жоба жабылып тұр. Одан кейінгі бөлігінде head жабылып тұр. Style head бөлігінің ішінде орналасқан. Келесі body бөлігінде біздің веб бетімізге, яғни браузерде көрінетін негізгі іс-әрекет, негізгі мазмұн осы жерде. Header бөлігі, мінекей, header бөлігінде сайттың жоғарғы бөлігі деген бізде бөлік тұр, мінекей. Бұл жерде біз не бердік? Сайттың жоғарғы бөлігі, сайттың логотипі және header бөлігін жаптық. Headerден кейін бізде реттілік бойынша навигациялық бөлік. Навигациялық бөлікте біз 3 түрлі сілтеме қойып қойдық. Басты бет, қызметтер және байланыс. Келесі бөлігі main бөлігі. Main, яғни мазмұндық бөлігі. Негізгі бөлім, бұл жерде біз негізгі ақпараттар орналастырады. Бірнеше суреттер болуы мүмкін, және ол суреттердің атаулары, өлшемдері берілуі мүмкін. Соңғысы footer, яғни footer 2025 жылы барлық авторлық құқықтар қорғалған деген сияқты сайттың ең төменгі аяқ бөлігі. Осымен біздің онлайн сабағымыз аяқталды.